Қайырлы күн балалар, әдебиеттік оқу сабағын бастайық. Бүгін өтетін тақырыбымыз жанды табиғат бөлімі бойынша Иван Андреевич Крыловтың шегіртке мен құмырсқа мысалы. Абай Құнанбаев орыс тілін жақсы білген. Бұл оған орыс ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударуына мүмкіндік берді. Абай Иван Крыловтың 13 мысалын аударған. Рас, олардың барлығын бірдей бірыңғай таза аударма деуде қиын. Ақын негізінде Иван Крылов мысалының жалпы мазмұнын алады да өзінше еркін баяндайды. Абай қазақтың ақыны, кемеңгер ақын, данышпан, сазгер және аудармашы. Шегіртке мен құмырсқа мысалын аударған. Мысал дегеніміз не, соны есімізге түсірейік. Мысал деп адам бойындағы кемшіліктерді сынап, адалдық, әділдік, қайырымдылық сияқты жақсы қасиеттерді мадақтап жазатын шығарманы атайды. Мұндай шығармада өсімдіктер мен жануарлар, аңдар мен құстар кейіпкер ретінде алынады. Біздің бүгінгі мысалымызда шегіртке мен құмырсқа, яғни жәндіктер мысал ретінде алынған. Бұл мысалды балалар, мысалдың авторы орыстың жазушысы, мысалшы, журналист, академик Иван Андреевич Крылов. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып гүл айттап, қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күні жапырақтың, бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған қарнашқан, ойын қайда, ән қайда? Оны менен тұрмады, қар көрінді, қыс болды. Сауықшыл сорлы бүкшейді, тамақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады. Сабанда жаттып дән жиған, құмырсқаны іздеп табады. Селкілдеп келіп шығылды, аяғына бас ұра. Қарағым, жылыт, тамақ бер, жас шыққанша асыра. Мұның жаным сөз емес, жаз өтерін білмеп пең, жаның үшін еш шаруа, ала жаздай қылмап пең. Мен өзіңдей шаруашыл, жұмсақ илеу үйліме, көгалды қуып ән салып, өлеңнен қолым тиді ме? Қайтсын, қолы тимепті, өлеңші, әнші, есілер. Ала жаздай ән салсаң, селкілде де билей бер. Балалар, құмырсқа мен шегірткеге Вен диаграммасын құрастырайық. Құмырсқа қандай? Құмырсқаға сипаттама беріңіздерші. Құмырсқа еңбекқор, мысалы солай ма? Түр сипатында айтсаңыздар болады. Түрі, түсі қандай болады? Құмырсқаның қандай түрлері болады? Бұл жерде құмырсқаның үйі бар ма? Еңбекқор, адал, үйлі, қызыл және қара түсті болады, ұзын мұртты болады. Ал шегіртке қандай? Шегірткеге сипаттама беріңіздер. Еріншек, солай ма? Шегіртке қандай болады? Ойсыз, санасыз, жалқау, ойсыз, панасыз, шырылдайды, зиянкес, ағаштардың зиянкесі. Ән салады, шөппен қоректенеді екен. Шөптің зиянкесі. Балалар, шегіртке мен құмырсқаға ортақ қасиет бар ма? Қандай деп ойлайсыздар? Оларға ортақ қасиет жоқ, дегенмен екеуі де жәндік екен. Келесі тапсырма функционалды сауаттылыққа арналады. Ал кәне балалар, соны орындайық.
Тамаша, жарайсыңдар балалар. Өте дұрыс орындадыңдар. Келесі тапсырмада сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Шегірткені жылынтады. Бұл құмырсқаның әрекеті. Шегірткеге көмектеседі. Ол да құмырсқаның әрекеті. Еріншек шегіртке. Өте сауықшыл шегіртке. Жазда тамақ жинайды құмырсқа. Жазда үй жасайды құмырсқа. Еңбекқор құмырсқа. Жалқау шегіртке. Жарайсыңдар, тапсырманы өте дұрыс орындадыңдар. Ал енді сөздерді сәйкестендірейік. Күз келді, күн, яғни күн суытты екен. Шегіртке жаз бойы гүл айттап жүріп ән салды. Құмырсқа жаз бойы не істейді? Илеуіне азығын тасып алды. Сауықшыл сорлы бүкшиіп, құмырсқаның аяғына бас ұра келеді. Ала жаздай ән салсаң, селкілде де билей бер. Мысалды жазған Иван Крылов, ал мысалды аударған Абай Құнанбаев екен. Өте жақсы балалар. Балалар, бұл мысалдан қандай түйін шығаруға болады? Мына тірек сөздерден мақал немесе мәтел қандай сөз білесіздер? Қыстың қамын жаз ойла. Мұны естеріңізге сақтап жүріңіздер. Сабағымыздың соңында қорытайық. Қалай ойлайсыздар? Өмірде шегірткеге ұқсас адамдар бола ма? Еңбек етпейтін, әр жерде жүретін, той-томалақтарда жүретін, жұмыс жасағысы келмейтін, еріншек адамдар бар ғой, иә балалар? Өзің шегірткеге ұқсап қиналып қалмас үшін не істер едің? Осыған жауапты сізден кері байланыс ретінде күтемін. Бүгінгі сабақ ұнады ма балалар? Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.